Төртінші беттегі бірінші есеп білу. Теңдеулерді шешіп көрейік. Алдымен теңдеуді ықшамдап аламыз. Жақша ішіндегі 14 көбейту 3, оны көбейтсек 42. Бөлу x тең 6. Астына жазамыз. 42 бөлу x тең 6. x тең 42 мен 6-ны мына жерде бөлу және бөлгіштің орнында әріп тұр, x тұр, белгісіздік. Олай болса бөле береміз. 42-ні 6-ға бөлсек x тең 7. Енді теңдеу тексереміз дұрыстығын. Жақша ішінде 14 көбейту 3 42-ге тең. 42-ні мына x 7-ге тең болды. 7-ні жазсақ 6 болады. Олай болса теңдігіміз дұрыс болды. Теңдеу 6 да 6 тең. 35-ші беттегі 4-ші есеп, яғни талдау. Есептің шарты. Балалар көркем еңбек сабағы үшін 19 шырша бүршігін жинады. Әрқайсына бірдей мөлшерде шырша бүршігін жұмсай отырып, олардан 6 бұйым жасады. Бір бұйымға қанша шырша бүршігі қажет болады? Сұрағы: бір бұйымға қанша шырша бүршігі қажет? Шешуі: 19 шырша бүршігінен әрқайсына 6 бұйым жасады. Олай болса 19-ды 6-ға бөлеміз. Қалдықпен шығады, бағандап бөліп көреміз. 19-ға дейінгі санды тауып алу үшін 6-ны 3-ке өтсек 18, 19-дан 18 азайтсақ 1. 3 және 1 қалдық. Енді тексеріп көрейік. 6-ны 3-ке көбейтеміз. 18, 18-ге 1 қалдықты қосамыз. 19. Дұрыс екен. Олай болса 19 6-ға бөлгенде 3 және 1 қалдық. Жауабы: бір бұйымға 3 және 1 қалдық шырша бүршігі қажет болады.